Сәлеметсіз бе? Бүгін біз творожный рогалик жасаймыз. Ол үшін бізге керек ірімшік, ұн, сары май әлде маргарин, разрыхлитель, қант және начинкасына повидло. Ірімшігімізге майды саламыз және осылай араластырамыз. Майымыз жұмсақ болу керек. Қант қосамыз, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды ақырындап қосамыз. Біздің қамырымыз жұмсақ болу керек. Қамырымыз жұмсақ болды, оны 4-ке бөлдік. Біз көбірек істедік, өйткені біздің отбасымыз үлкен. Қамырымызды осылай жаямыз. Қалыңдығы 1-2 мм болу керек. Осылай кесеміз. Енді начинкамызды саламыз. Біз повидло саламыз. Начинканы орнына қант салуға болады кішкене. Жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қостық. Енді рогаликтердің үстін жағамыз. Енді духовкаға 25-30 минутқа қоямыз. Мінекейіңіз біздің неміз дайын болды. Рогаликіміз өте дәмді, жұмсақ. Мінекейіңіз дәмді, өте дәмді. Қамыры өте жұмсақ. Біздің рецепт бойынша әзірлеңіздер рогалик осындай. Біздің каналға жазылуға ұмытпаңыздар. Лайк қойыңыздар, сау болыңыздар.